баяғыда бір атаққұмар дүние қоңыз патша болған екен. Қай жерде қандай табыс көзі бар, қандай бизнес бар, қандай әдемі киім бар, барлығын тартып алып өзіне иемденіп отыратын зұлым патша болған екен. Бір күні екі алаяқ патшаға тігінші кейпінде келіп, біз сізге әлемде жоқ матадан әлемде жоқ киім тігіп береміз. Бұл матаның ерекшелігі сондай, бұл өзінің орнына лайық емес, адамдардың көзіне көрінбейді. Сондықтан ол киімнің бағасы арзан емес. Бізді киім тігуге 10 шақты күн уақыт кетеді, және ешкім бізге кедергі жасамау керек дейді. Патша қызығып келісіп, тігіншілердің барлық жағдайын жасап береді. 10 шақты күн 10 түрлі уәзірін жіберіп отырады, бірақ ешқандай уәзірлердің көзіне ол мата көрінбейді. Уәзірлер өздері киім тігіп жатқан сияқты, пішіп жатқан сияқты кейіпте болады. Көрінбеді деп айтайын десе, ол орынға лайық емессің деп жұмыстан шығарып жібере ме деп қорқып, керемет шығып жатыр екен деп айтып барады. Киім дайын болып, патша киімді көруге барған кезде мата патшаның да көзіне көрінбейді. Уәзірлердің алдында өзінің сол орынға лайық емес екенін білдіртпеу үшін патша шынымен де мына киім әдемі, керемет болған екен деп киіп алған әрекет жасайды. Тігіншілер, осы киім сіздің көзіңізге көрініп тұрса, онда сіз керемет жансыз. Осы киім арқылы сіз халықты жинап, халықтың алдына шығып, өзіңіздің керемет патша екеніңізді дәлелдеңіз деп есептесіп кетіп қалады. Патша есерсоқтанып, қуанып, бүкіл халықты жинап, сол киіммен халықтың алдына шығады. Бірде-бір адам не айтарларын білмей үнсіз тұрған кезде, арасында әкесімен еріп келген бір 5-6 жасар бала әкесіне: «Әке, мына патша жалаңаш тұр ғой» деген кезде, патша сол кезде өзінің бүкіл дүниесінен және абыройынан айырылып қалғанын түсінеді. Біздің бүгінгі қоғамдағы билік те өзінің қол астындағы қызметкерлерін тыңдау керектігін білгенмен, барлығына бірдей сенбеу керектігін түсіну керек. Өйткені халықтың үні жоғарғы жаққа жетпей жатыр. Халық Алланың бір есімі. Халықпен ойнаған, Алламен ойнағанмен тең. Ал Алла әділеттің төрешісі.